Мен айтам, мен туған жылы қазақта бірнеше мол туды. Бірақ Тәңірінің таңдауы маған түскен, жазушы болсын деп. Мен тартып алғам жоқ. Мен еңбек жасап алғам жоқ. Маған берді, сыйлады. Бұл несиеге берілген нәрсе. Несиеге берілген. Дарынды қашанда қандай да дарын болсын, мейлі жазушы болсын, математик болсын, дарынды несиеге береді жаратқан. Енді осыны іске жарату, іске асыру адамның өзіне байланысты. Егер осы тегін келген дарынды орнымен жұмсайтын болса, ол мақсатына жетеді. Орнымен жұмсамаса, ол үлкен жаманшылыққа ұшырайды. Қаламға және оның жазуына серт. Қасиетті Құран сөзі. Барлық бастаудың тынығы. Яху, я хақ. Тәңірі тағалам, мен атамның белінен шықпай, анамның құрсағына түспей тұрғанда өзгөше сыбаға әзірлепті. Тозыңнан адамға айналған соң барлық пәле-жаладан сақтапты. Зілзаладан аман өткөріпті. Талап беріпті, бақ беріпті, ақыл ой беріпті, жазу беріпті. Мен соның бәрін кәміл түйсіндім. Артықша мейірге өзгөш алғысым болды. Күпірлік етпедім, ысырап жасамадым. Әр күнім, әр сағатым есеппен жұмсалды. Әр ісім иманмен өлшенді. Барлық күш-жігер, қажыр ғайратымды бірақ мақсатқа, Тәңірінің тура жолына, ұлтымның игі мұратына бағыштадым. Бірақ Тәңір тағалам, өзің көрдің, сапарым ауыр болды. Табаныма шөңге емес істік кірді. Маңдайыма тас емес топ тиді. Сонда да төрт тағандағаным жоқ. Шайқылсам да жығылмадым. Кеудемде тік, басымды биік ұстадым. Рас, қансырадым. Сіңірім созылды. Жұлыным жұқарды, әлім азайды. Бірақ жойылмады. Күш кеткен кезекті майданнан соң жаңа серпін тың қуат тауып, қалпыма келіп отырдым. Тәңірі тағалам. Бірақ өлшеулі өмірімнің де біраз бөлігі зая кетті. Ой қалған істің тым құрса ширегін жүзеге асырғам жоқ. Соған ішім ашиды. Өмір сүрген ортам, ғұмыр кешкен заманым еркін көсілуге мүмкіндік бермеді. Соған налимын. Тәңірі тағалам. Мұның бәрі менің еркімнен тыс болды. Дәл сол ретте кінәм бар шығар. Күнәм жоқ. Осын айтып кетейін деп едім. Мұхтар Мағауин. Мен ғұмыр баяндық Хамса. W Krakowie. Әр жыл келген сайын немерелеріне көрсетіп, таныстырып тұратын бұл Мағауин Ақсақалдың ескі қонысы. Бұл жерде Мұқаңның кіндік қаны тамған. Енді Мұқаң бізге келген сайын көрсетеді. Міне бұлай кіре беріс.
сол кезде халықтың тірлігіне байланысты енді бұл екі бөлмеден екі үйге арналған өз әкесінің үйі, сосын әкесінің інісінің үйі, қойшының үйі. Енді сосын көрсетеді, биді баттап келіп міне. Тура мына жерде менің әжем салып берген төсегім болып еді дейді. Осы жерде мен жаттым дейді. Қазір іргетасы ғана қалған ескі жұрт болғанмен кезінде бұл сол заманда тәуір болған болу керек. Өйткені кезінде Алаш ардагерлері басына қиын қыстау заманда күн туған досында келіп паналаған, осы жерде жатқан. Мағауия ақсақал өзінің таныстарын, жақсы көретін жігіттерін қарауыл арқылы Семейге жіберіп хабар алдырып тұрған. Сол 19-20 жылдары болу керек. Алашорданы кешіріп деген кезде осы жерден өз қолымен аттандырып салған, бір жақып бастаған Алашорданың ардагерлерін. Енді кейіннен бұны колхоз тартып алған совет үкіметі, колхоз тартып кеңсе жасаған, жергілікті халықтың тілінде бұны ескі кеңсе деп атайтын болған. Әр келген сайын кішкентай немерелеріне қайталап айтады. 2 жылда бір рет келіп тұрады. Келген сайын міндетті түрде осында боламыз. Менің бабам, үлкен әкемнің әкесі Құрымбай ақсақал, абаймен досжар болған. Жасы үлкен, бірақ өте жақын болған. Абай атам 86 жылы, 1886 жыл нақты Бақанас өзенінің бойына жайлауға шыққысы келеді. Негізінде Абай ауылы Шыңғыстан асып барып, Шақпақ деген жайлауда отырады көбіне. Жұрт жазда жайлау, қыста қыстауда отырады. Соны біздің ақсақал өзінің қыстауына келіп қондырады. Абай атам білмепті қыстау екенін. Бұл Көкбейіт деген жер әлі де бар. Көкбайдың естелігінде бар. Көкбейітке келгеннен кейін жаздың ішінде болғанда деген өлеңін жазған. Енді ақындық, шешендік, шеберлік бұрында бар. Бірақ жаңа Абай, ұлы Абай осы Көкбейіттегі жаз өлеңінен басталады. Төлеужан Сәрсенбайұлы деген сол кісінің жазғаны бар. Көкбейіт ақындықтың толған жері, кең қоныс жұрт жаңартып қонған жері, Балқыбек дауға бейілік айтқан жері, Қырғошақ дүниеден қайтқан жері дейді. Осы жерлердің барлығы Қырғошақ, Көкбейіт, Балқыбек бәрі біздің ауыл. Ал енді Көкбейітте Абай жаз бойы жайлап, жақсы демалып қайтқан. Кетер кезде бата беріп дейді, біздің шаңырақта сақталған әңгіме. Сөз ұстайтын ұл тусын, ел ұстайтын би тусын депті. Енді содан кейін арада 70 жыл өткенде, 56 ма жыл, 55 жыл өткен кезде сөз ұстайтын біз келдік. Енді ел ұстайтын болашақта ұрпақ болатын шығар. Абай біздің үйде, біздің шаңырақта әулие есебінде үнемі пір тұтылатын. Мен үлкен әкем Мағауия ақсақал Абайдың барлық өлеңін түгелдей жатқа білетін. Мен 4-5 жасымнан бастап Абай өлеңдерін жаттадым. Біздің ақсақал жас кезінде, бала кезінен Шәкерімнің лақатпенен бірге тел өскен. Шәкерім күнемен қатынасып тұрған. Шәкерім өлеңдерді түгел жатқа білген. Еңілкебе қалқан мамырды мен 6 жасымда, 5-6 жасымда жатқа айтатын едім. Біздің ауыл Абай ауылы, Шыңғыстаудың түстігі. Сонымен көз ашқаннан бастап Абайдың рухы, Абайдың сөзі менің санамды оятып, маған бүкіл өміріме бағыт сілтеді деп есептеймін. Мен жазған Мұқан жөнінде естелігімде, мына ең алдыңғы партаға отыратын тұғым, оны Мұқанның столында жақындатып тіреп қоям. Тура осы бір құлаш жерде отырып, бет аузындағы әжіне дейін, оң жақ самайындағы меңіне дейін санап қарап отыратын тұғым. Сонда айтты бір жолы Мұқан шалқып. Менің тілімде Абай тілінің мәдениеті бар деді. Дәл сөз осы. Менің тілімде Абай тілінің мәдениеті бар. Мен кейін соны жаздым. Бұл жерде шықпаған сөз. Енді мен кейін мақтанып айтам, менің тілімде Абай тілінің және өз тілінің мәдениеті бар деп. Пушкиннің әңгімелерін, өлеңдерін, поэмаларын, содан кейін Тургеневтің әңгімелерін, Чеховтың әңгімелерін оқыдым. 8 жас дедім ол кезде. Менің немере ағам біздің үйде тұратын Мұратхан деген сол 5-ші класста оқиды. Қысқы демалысқа келген кезде тарих оқудан алып келді. Ертеде күніне тарихқа. Әлі есімде Мишулин авторы. Бұл баяғыдағы орыс гимназияларының үлгісінде жазылған оқулық болатын. Кейінгі оқулықтар мүлде басқаша. Сосын ертеде күніне тарихты оқыдым. Сосын тапқызып алып, орта ғасырлы тарихын 6-7 класс, сосын 8 классын жаңа тарихын тапқызып алып оқыдым. 3-ші класста оқып жүрген кезде.
Сонда мына әлем тарихы адамзаттың дамуы туралы белгілі бір ұғым түсінік қалыптасты. Иә, есімде қалған. Сол кезде Янның шығыс ханы шықты. Шығыс ханды оқып барып, мен шығыс тарихын, біздің көшпенділердің тарихын танығандай болдым. Енді менің оқуым ерте басталды, өте ерте басталды. Сол мен айтам, мен қазір 70-ке келсем, соның 60 жылдан астамы оқумен өтті деп, 62-63 жыл оқумен өтті деп, әлі оқып біткеніміз жоқ. Мен көзім ашқаннан келгеннен бастап көргенім ол кісінің жазғаны, оқығаны. Кейде кухняға келгенде кітабын алып келеді ғой. Сол кезде кішкене ренжіңкірейтін, бір адам болып әңгімелесіп отырмаймыз, осы кітап не арқалап жүрсің? Бірақ өз басым ондай қиналып, осы кісі неге осылай сөйте береді деп ренжіп көрген жоқ. Өйткені енді оның өмірінің мәні сол жазуын оқу кісі. Мұқан деген кісі мен тумай әскерге кетеді. Мен 40 жылы 29 январда туғам. Дүниежүзілік соғыс басталған кезде 39 жыл 1 сентябрьде басталды ғой дүниежүзілік соғыс. Мобилизация болған Совет үкіметінде. Сол октябрь айында аттанған әскерге. Содан Бессарабияда болған, Иранда болған. Иранды басып алған кезде бір жақтан Совет, бір жақтан американдар. Содан кейін барып Ростов түбінде жараланып, контузия алған, Алтай Кисловодскіде жатқан. Сол қайта барып, 42 жазып тұрым, қайтадан әскерге сағынды, Харьков түбінде үлкен күйреп, Совет әскері үлкен жеңіліске ұшыраған. Сол Харьков түбінде тұтқынға түскен. Одан кейін Түркістан легионында болса керек, Мұстафа Шоқай негізін салған ғой. 47 жылы қайтып келді, 51 жылы ұстап қайтадан әкетті, Воркута лагеріне кетті. 55 жылы қайтып келді. Мұғалім болды, қайтадан мұғалімдігін алды. Ол кісі Жаркенттің мұғалімдер училищесін бітірген 37 жылы. Шұбарта ауданының тең жарымын оқытып шығарған. Сосын 83 жылы менің қолымда қайтыс болды. Алматыда жерленген. Ол кісі өте білімді адам еді, қазақ ескілігін жақсы білетін. Бастауыш мектепті алғаш оқығанда өзінен оқыдым. Мен 1-ші классқа бардым, аудан орталық мектепке. Жан-жағыма қарап отырсам керек осыны. Сосын маған алдыға қарап тыныш отыр деді. Жаңағы, енді кісі сәл қаттырақ айтты, ұрыспаса да. Сосын үйге келдім, үйге келсем атам айттым, үлкен әкем айттым, мен мектепке бармаймын деді. Аға, қалай бармайсың, қалай бармайсың, сосын деп еді. Атам айтты, бармайды мектепке. Онсыз да 1-ші класста, өзі қазір 1-ші класстан артық біледі. Енді 2-ші классқа бірақ барады деді. Сонымен келер жылы біз аудан орталығынан Алғабас деген колхозға көштік. Аға сол жерде мұғалім болдым, 2-ші классқа бардым бірден. Жаңағы, сол 2-ші, 3-ші, 4-ші класста ағаны өз қолынан оқыдым. Туғаннан бастап мен әжемнің қолында болдым. Жалпы қазақта үлкен кісілерді тәрбиелейді ғой алғашқы баланы. Мен алғаш және соңғы бала болып қалдым, бірақ бала кезінде көз ашқаннан бастап ешқандай адасушылық, советтік идеяға сену деген, ұранға сену деген болған жоқ. Біздің ақсақал үлкен кісі, Мағауия ақсақал, мен жазған, совет үкіметін жек көретін, ұлтшыл болатын, қазақ ешбір халық теңгермейтін. Ал енді әжем менің, ол да ізгі адам еді, өзі әулие кейіпті. Ол кісінің айтқан әңгімесі, менімен отырып 38 ашаршылық туралы әңгіме айтатын маған. Мен 5-6 жасымда, 4-5 жасымда ашаршылық туралы өткен заман туралы әңгіме айтады. Енді өскен ортаның әсері болады дейді. Ал мен үшін сол туған шаңырағымның өскен ортаның тек өз үйім ғана емес, ауылдағы ақсақалдардың бәрінің алдын көрдік. Соның бәрі менің мына қалыптасуыма, жазушы ретінде қалыптасуыма, дүние көзқарасыма әсер еткен болу керек. Мұхтардың атасы болды. Өте қазақтың сұңғыла, кереметтей, бүкіл тарихты, әдебиетті, қазақтың әдет-ғұрпын бойына сіңірген кереметтей сұңғыла адам еді. Мағауиннің әжесі болды, Қаракемпір дейтінбіз. Ол кісі де сондай бойшаң, өңді, сөзге шебер, байыппен сөйлейтін сондай бір керемет адам болды. Мағауиннің екінші әжесі болды, Көкжан дейтін. Ол кісі сары өңді, жүгіріп ылғи жұмыс істеп жүретін сондай кереметтей адам еді. Осы 3 адамның Мағауин тәрбиесінде болды. Мен мақтанып айтайын, 8-9 жасымда мен жазушы болам деп. Жаңа Абай жолды оқығаннан кейін, Әуезовті оқығаннан кейін, және Әуезов туралы әңгімелер естігеннен кейін, Абай атам туралы әңгімелер естігеннен кейін жазушы болам дедім, кішкентай кезімде. Екеуміз бір сырмақ салғызып,
үйдің төбесінде жатыр едік. Маған төніп келіп бүйтіп, әй, Шайкент деді. Өскенде кім боласың деді. Ал енді менің өзімнің көрген өлгім, менің әкем колхоздың бастығы болды. Бастық болам деп айтуға ұялдым. Сол маған мен жазушы болам деді. Сон кішкене дамылдап тұрып, басын көтерді. Мұхтар Әуезов сияқты деді. Шыққан күндей деп, ей амайған бақта бағалардың аты жусап жатыр деп, ақшаңдақты құрық қойған шатыр деп, ей yazıda көбәк жортқан екенбіз арғымақтың талдай мойнын талдырып, үйде қалған арудың алы ендігін аудырып. Менің ұлы ұстазым Бейсенбай Кенжебаев, ұлтшыл ғалым, 60-шы жылдары қазақ әдебиетінің тарихы арғы заманнан басталу керек деген мәселе көтерген. Ежелгі түрік дәуіріндегі әдебиет қазақ әдебиетінің бастауы деп. Ол мазақ болған, оны жамандап жазған, мазақ қылып жазған, газетте талқылау болған. Кейін содан кейін арада 1 жыл өткеннен кейін 68 жыл мен аспирантураға алып қалды да, сол ескі дәуірге салды, тақырып берді. Бұл жерде мәселенің бет ашық мындай жағдай бар. Арғы замандағы ежелгі түрік әдебиеті қалай дегенде қазаққа қатысты, ол ерте ме кеш дәлелденеді. Иә, ол түрік әдебиеті 15 ғасырмен бітеді, Алтын Орданың әдебиеті. Ал қазақта Бұхар жаудан басталады. Бұхар жау 18 ғасыр. Сонда арадағы 3 ғасыр қайда деген мәселе болды, алдыға тартқан мәселенің бірі. Осы ортаны толтыру керек болды. Ел болғаннан кейін бар, ешқандай ол кезде дерек жоқ, мағлұмат жоқ. Бейсекең мен алғым келген жоқ, шынын айтайын. Бірақ Бейсекең жасайсың, жасап деді, тапсырды. Өте қаталдық көрсетті. Сонысы жақсы болды, бірақ жалпы бірінші жақсы адам болады, бірақ ғылымда осы қайтпайтын темірдей берік адам еді. Осы Мұхтар Ырымғали үшеуміз кеше өзіміз үнемі айта беретін бір жапырақ жұдырықтай қарашал қасиетті ол Бейсенбай Кенжебаевтың шәкірттеріміз. Бейсекең бізді тыңға салды. Ол кезде айтуға жұрттың аузы бармайтын тақырып еді. Түренге салды. Қазақ әдебиетінің көне дәуір дейтін дәуір. Мені тіпті ары қарай апарып салды. Арғы дәуірден түрік заманынан бермен қарай әдебиет. Мұхтарды қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиетке әкеп салды. Құдайға шүкір, алдында біз тайсақтадық, жасырады ештеңе жоқ, бірақ момындығына қарамай сондай табанды кісі Бейсекең бізді осы жолдан адастырмай үлкен ғылымның есігін аштырып, сол даңғыл жолына салып кетті. Мен 65 жылы 5-ші июньде біттім, ой деймін, жазып біттім. Бүкіл жыраулардың бәрін жинап алдық, ел араладық. Көптеген бұрын белгісіз адамдарды таптық, ескі жыраулар. Сосын кейбіреулерінің бүкіл академияны бәрін ақтарғаннан кейін, Ақтанбердің өлеңдерін біздің өзіміздің ауыл, мен өзім іздеп жүріп оны таптым, оның әңгімесі көп. Содан кейін барып зерттеу жазылды повестарына. 65 жылы талқылауға түсті, ол да дау болды, 2 жүріп барып ақыры қорғадық. Мен есімде, Мұхтарда бар, менде барым, қазақ әдебиетінің тарихын қалыптастыру мәселесіне арналған үлкен бір конференция болды республикалық. Осы мына қазіргі Абай университетінің қабырғасында болды. Ол кезде академик ағамыз болды, Қажым Жұмалиев деген кісі. Ол кісінің төңірегіндегі адамдардың бәрі конференцияда ескі сарынға салды. Біз Бұхар жыраудан ар жағында әдебиет жоқ бізде. Оның бәрі фольклор деп.
Соның Бейсекең сол жерде бізді әкеп конференцияға салды ғой. Аспирантпыз ғой екеуміз. Мен сөйледім. Мен сөйлегенде, әй, бала, сен бұл құлақ қанетін әңгімені айтсай шыны. Қай-қайдағы бір ескі сарынды айтып, ақылға сыймайтын нәрсені деп бір-екі рет мені тежеді. Мен аспирант, академик қой. Ол кезде кәдімде жүрексіндік, бірақ қайтқанымыз жоқ. Менен кейін Мұхтар шықты сол кезде. Ана кісіге қатты батып кеткен болу керек. Қажекең. Қазбек деген папирос тартады екен, мен сонда көрдім. Қорабы бар, соны шығарып қойып, оның артынан жаңа папиростың артынан мақта тығады екен. Сөйтіп мақта тығып отырып, бүйтіп, шырпын тартып жіберіп, аузына тұтатып, түтінін бір жұт жіберіп, әй Бейсенбай деді, тарт мына үргізбе күшіктеріңді, әкетме күшіктеріңді деді. Құдайға шүкір, сол Бейсенбайдың күшіктері кейін осындай дәрежеге жетіп, қандай қиындық болғанда да ешқайсымыз мойығанымыз жоқ. Әсіресе Мұхтар бет деді, бұл қайрат деді. Мені де қайрап кейде. Мен шынымды айтсам бір күні Бейсекемен мына тақырып жазбаймын. Менде келешегім бар. Жұрттың бәрі пәленшенің өмірімен туыстас деп қорғап отыр ғой. Мен де тез қорғауым керек. Бала-шағам бар менің қазір. Мына мен жүрем ба? Мені қорғатпайды дедім. Бейсекең осы уайымдап қалатын дейді. Сонда Мұхтар мені айналдырады ғой. Мырзатай, не де болса кеттік тәуекел екеуміз осымен. Осы келешек осында. Біздің әдебиетімізді ешкім тартып ала алмайды. Біздің тарихымызды бәрібір ешкім тартып ала алмайды дейді оны. Сонда да көріп едім жас кезінде табандылығын. Мен кішкентай кезімнен бастап ешқашан жұрттың пікірімен санасқам жоқ. Дұрыс деп есептемесем. Иә, дұрыс деп есептесең, әрине кімнің сөзін болсын қабыл аласың, иә. Сондықтан мен жөнінде не айтады? Қалай болып жатыр? Ол маған әсер етіп көрген жоқ. Өйткені бағытыңнан айнайсың, бағытыңнан айнып кетесің. Жаңағы ескі Қобыстарын кітабы алғаш диссертация талқыланған кезде 65 жылы 11 октябрь күні. Иә? Бүкіл кафедра 4-5 профессор, пәленбай доцент, мен 8 жыл бойы 5 жыл университет оқып, 3 жыл аспирантура болып, алдарынан шықпаған. Ешқандай жауап мінез көрсетпеген. Жақпай қалады дейтіндей баспасөзде пәлен түгел іштеген басылмаған. Баламын ғой мен. 25-ке жаңа келген. Сонда бәрі қарсы болып мен талап жеуге тырысты. Түгелдей. Академик, профессор, доктор өзінің ұстаздарым. Сонда мен бәрін орнына қойып бердім. Мен жазған, менің өмірімдегі ең үлкен шайқас 65 жылы аспирант кезімдегі 11 октябрь күнгі оқиға болды. Одан қиын болмайды, қандай жағдай болғанда да. Сол кандидаттық туралы неше докторлық жазылатын болады алдағы уақытта. Мұхтар жарқыратып, сол өзінің зерттеуінің нәтижесін Қобыз сарын дейтін еді. Деп шығарып. Бұл қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет еді. Жұрт бара алмай жүрген, тайсақтап, жасырып, ұрлап оқып жүрген, ынтығып, зарығып оқып жүрген ақындар жарқыратып шығарды. Мұхтар олар тудырған жоқ. Мұхтар оларды жарық дүниеге қайтадан алып келді. Осы қазақтағы жыраулар әдебиеті, Алтын Орда хандығы, қазақ хандығының әдебиеті деген тақырыптың шығу нәтижесінде өзге түркі халықтарына ықпал жасады. Өзбектер, қырғыздар, ноғайлар, башқұрттар өзінің Мағауиннан кейін өздерінің көне әдебиеттерін зерттеуге жол ашты. Бұл тек қана бір халықтың емес, жалпы түркі дүниесінің рухани ерлігі деп есептеймін. Содан кейін барып Алдаспан деген кітап шығардық 70 жылы. Ол Алдаспан партияның талқылауына түсті. ЦК-да арнайы жарлық бойынша, ЦК-дан түскен жарлық бойынша ол кітапты турап жіберді, шыққан кітапты 70 жылы шыққан. Кейін Ленинградтан шығару мәселесін қолға алдым мен, Поэт Қазақстан деген жинақ. Ол кітап 7 жыл жүрдік оның соңында. Ешқандай қолдау ештеңе болған жоқ, ешкім білген жоқ ол кітаптың шығып жатқан. Ақырында барып біліп қойып, кім Зоя Кедрина арыз жазып, үстінен кітаптың үстінен, Москвада сондай әдебиетші болған. Иә, қазақ әдебиеті досы есептелген. Ол кезде кітап шығып кеткен, шыққалы тұрған. Олар мына жердегі баспа сияқты тоқтатыңдар деп айта алмайды. Әңгімесі көп. Сені оның үстіне, егер ондай жағдай болатын болса, Ленинградтағы баспа, Советский писатель баспасының Ленинград бөлімшесі
серия шығарып отырған библиотека поэт деген себеп кінәлі болады олар. Сондықтан олар мойындамайды. Бірақ ол шығарғанға дейін ол жердегі жаңағы шайқаста дау-дамайды өте көп болды. Ақыры кітап шығып кетті, шығып кеткеннен кейін барып, енді ол кезде репрессия жоқ, ештеңе жоқ. Не істейді маған? Айбайлады, айғайлады, ойбайлады, балағаттады, қойды. Соныменен ештеңе жасай алмайды. Бірақ мұның бәрі қазақ мәдениетіне қарсы жасалған қылмыс. Қобызсарынан кейін Алдаспан дейтін жинақ шығарды, Алдаспан. Алдаспан дейтін жұрттың ол белгі асқан қару ғой қазақтың, ал Алдаспан жұрттың қалтасында жүретін, түспеген қойны қонышына тығып жүріп оқитын кітабына айналды. Сөйтіп осы Қобызсарын мен Алдаспан, оның ішіндегі мына тарихи диалогиясы, Аласапыран Мұхтардың өзінің атын көз тірісінің кезінде аңызға айналдырды. Кафканың тұрған үйі, ескерткіші. Кафканың көшесі. Өте қатты құрметті туристер көп келеді. 20 ғасырдың үлкен жазушысы ғой. Жазушының адамдық бейнесі әділдік, адалдық, кісілік деген ұғымдардың жиынтық көрінісі. Қаламгердің азаматтық келбеті, яғни отаншылдық, ұлтшылдық, қаншылдық, бұл да кісілікке жалғас, дарынмен бірге бітетін, өскен орта алған тәрбие негізінде қалыпқа түсетін қасиет. Онсыз тағы да жазушылық жоқ деп біліңіз. Халқын сүймесе, ұлттық намыстан кенде болса, адамдық қасиеті де жоқ деген сөз. Жазушылық қайда? Дені дұрыс кісі есебіне қосу қиын. Қаламгер әруақтың аманатын арқалаушы, халықтық рухтың жаршысы, яғни ұлттық сана оның шығармашылық бітіміндегі ең игі, ең негізгі көрсеткіш болуға тиіс. Мен алғашқы әңгімем ашаршылық туралы болды. Бір уыс бидай деп аталады. Содан кейін барып, екінші әңгіме шағын бір қадақ бидай дейді. Ол әңгімес жалғасы сияқты. Бір уыс бидай ашаршылық туралы әңгіме. Содан кейін жазылған әңгіме 60-шы жыл, 20 жасым жазылған әңгіме, жаңағы 60-шы жыл жазылып тұрмын. Тіленші деген әңгіме, қайыршы туралы. Енді мен саяси сауатым өте жоғары болды. Андай ашаршылық туралы әңгімелердің басылмайтынын білем, еш жерге ұсынғам жоқ. Ал тіленшіні журналға алып бардым. Мәдениет тұрмыс журналына Сапқан Шаймерден, ақсақал қазақ үлкен жазушысы отыр екен. Оқып көрді де бірден шұқшиып маған ұрса бастады. Мен дауласа бастадым. Бұлай жазбайды, бұлай сөйлем болмайды деді. Ақыры есікке қарай лақтырды. Жаңағы тіленшінің қолжазбасын. Ал қолжазба мәшіңкеге басылған нұсқасы менде әлі бар. Сафуан ағамның жаңағы мұндай әңгіме болмайды деген жазған пікірмен бірге менде сақтаулы тұр. Көкбалақ деген повесінде, мысалы, күйшілердің тағдыры туралы, музыканттардың тағдыры туралы жазған романында, мысалы, Тоқсаба деген күйші мына өлер алдында инфаркт сияқты бір нәрсеге ұшырайды да құлайды. Сонда өлер алдындағы Тоқсабаның көңіл күйі, о дүниеге өтер алдындағы, мына ақиреттің алдында көңіл күйін керемет жаңағында іртік-іртік проза арқылы, үзік-үзік суреттер арқылы, сол, яғни прозаның ритмі арқылы берген. Бұрын тыныс белгілер формальды түрде пайдаланса, мысалға айтайық, бұрынғы әдебиетте. Мұхтар Мағауинді мысалға көп нүкте, үтір, сызықша, тағы сондай тыныс белгілерді ол жаңағы көркемдік құрал деңгейіне көтеріп пайдаланған. Мені жазуымның басқаша болды. Сөйлем құрылымы, ой жүйесі. Мен Куршаткен деген досым Аласапыранды аударған. Сол бір жолмен барсам, бір сөйлемді аудара алмай отыр. Ұзақ, бір бетке жуық. Сосын мен айттым, аударылмайды дейді. Мен айттым, Толстой мен Тургеневтің тілі жетпей отыр ма, сенің тілің жетпей отыр ма? Ана бір бет сөйлем болса, бір бет етіп аударасың деп. Сол алғашқы әңгімені жаңағы үлкен жазушы ағамыздың лақтырып жүрген себебі де бар. Өйткені жазудың мәнері басқа. Мен қазақтың сөз сөйлемін біріншіден ежелгі әңгімешілдік дәстүр. Үлкен әкемден естіген, ауылдың ақсақалдарынан естіген. Содан кейін орта ғасырлық
шығыс әдебиетінің, мысалы үшін Бабырнаманың үлгісі, Қисас Ләмбияның үлгісі. Сосын кейін барып қазақтың ғылым академиясындағы қолжазбалардағы сөз қолданысы. Бір сөзбен айтқанда, ежелгі қазақтың сөз қолданысын түгелдей бойыма сіңірді деп ойлаймын. Сонымен қатар батыс әдебиетінің үлгілері бар, орыс әдебиетінің, француз әдебиетінің, ағылшын әдебиетінің үлгілері бар, неміс әдебиетінің әсіресе үлгісі бар, сөйлем құрау жөнінен. Және оның үстіне қазақ тілінің өзінің табиғатына орай ой жүйесіменен, ой ағымыменен келетін жөні бар сөйлемдердің. Сондықтан да менің сөйлемім жат болып көрінді, суреттеу тәсілдерін, басқа тәсілдерді айтпайын. Бір ерекшелік, жұрт оқушы, қарапайым оқушы, жалпы қазақтың зиялы қауымы, жай ауылда қарапайым оқушы, барлық уақытта барлық шамамен өте жақсы қабылдады. Ал сыншылар қауымының қабылдауы бұрынғы уақытта басқаша болды. Жаңа Шахан шерінің ішкі толғаныстары, мысалға айтайық, ол да әлем әдебиетінде жоқ нәрселер. Ол енді Томас Манның доктор Фаустус, Буденброки деген романдарында еміс-еміс белгілер бар. Сиқырлы тау деген шығармаған, бірақ маған енді жаңағы шыңына жеткен. Сарықазақты 90-шы жылы күзде бастадым, 91-шы жылды көктемінде бітірдім ойлаймын. Сарықазақ менің Октябрь революциясына, содан кейін барып колхоздасу кезеңіне көзқарасымды, Совет үкіметінің қазаққа не берді? Не берді емес, қазақты қалай құртты деген тұрғыда жазылған шығарма. Мұны мен журналда Жұлдызда бас редакторы болып отырған қолма-қол нөмірге салдым. 8-ші санына Жұлдыз журналының 91 жылы шықты. 16 август күні шықты. Мына сыртына цензураның белгісі қойылып, қолыма тиді 16 күні. 19 күні путч болды. Август бүлігі дейін мен. ГКЧП. Таңертең радиодан естіп, көңілім бұзылып отыр едім. Қабдеш келді. Онда көңілге онша емес екен. Қабдеш үмәдіп, не болды деп сөйдеді. Не болды деді. Сонымен көрсеттім. 8-ші нөмір дедім. Август. 16 күн шықты дедім. Сыртын көрсеттім цензура. Жаңа телефон соқтым дедім. Баспаханаға тасып алып кетіп жатыр. Бұлар естерін жиып, тыйым салып болғанша, сол репрессияны бастағанша, бұл журнал тарап кетеді дедім де, ең соңғы Сарықазақты көрсеттім де, соңғы сөйлемін оқып бердім. Қарғыс атсын дейді ғой. Сендерді халықтардың қарғыс атсын. Қан жалдап тудың, қанға тұншығып өл деп аяқталады. Оқып едім, Қабдеш айтты, қорықпайсың ба деді. Сонымен айттым, сен аман қалам деп тұрмысың? Мына Советстан, біздің соғыстан деген Сәкен де кеткен, Еңкең деген қараңғы толқындаған қызылған, қараңғы дөңшең соқыр шұбырған. Сол шұбырған көп соқырдың алдында Еңкең деген кәдімгі Иван Есалаң деген Мағжан да кеткен. Мен де кетем, сен де кетесің. Бұл енді бір жағы қалжың, бірақ шын сондай бір уақыт болды ғой. Алмағайып. Совет дәуірінде қазақ әдебиетінің бірінші тұңғыш шығармасы Мағжанның пайғамбары. Ең соңғы шығарма Совет дәуірінде қазақ әдебиетінің ең соңғы шығармасы Сарықазақ деймін. Қазтуған, Шалкиіз, Доспанбеттің шағын ғана бір толғауына менің кез келген романымды айырбастап жіберуге болар еді. Өйткені жыраулар мұрасы, халқымыздың неше ғасырлық рухының көрінісі, қайталанбас, тозбас байлық. Ал біз сол қазынаға бірдеңе қостық па? Ол әлі белгісіз нәрсе. Белгілі болған күннің өзінде осы сөздер толық күшінде қалар еді. Басқаны былай қойғанда, мен жасаған барлық шығарма, арысы ежелгі түрік, берісі қазақ ордасы заманында қалыптасқан рухани қуаттан бастау алады. Яғни Шалкиіз, Доспанбет, Қазтуған, одан соңғы бұқар жыраулар болмаса, жұрт білген Мұхтар Мағауин деген жазушы да болмас еді. Шамалы өрнегі, шектеулі өрісі, тапалтақ тұрғысы бар, жабайы жазарманның қатарын толтырар. Біздің атымыздың аталуы шарт емес. Орта ғасырларда қазақ хандығы дәуірінде Шалкиіз, Қазтуған,
Доспамбет деген атақты сөз шеберлері болды деген құрметке толы лепес 20 ғасырда Мұхтар Мағауин болды деген сөз. Халқыңның рухы өлмесе, сен де мәңгі жасайсың деген сөз. Мен әдебиет пен тарихты қатар таныдым. Сол кішкентай кезімден бастап. Содан 8-9 класс оқып жүрген кезде тарих факультетіне барам ба, жоқ әлде әдебиет факультетіне барам ба деген ой болды. Бірақ ол кездегі тарих КПСС тарихы. Мен советтің сырын, жағдайын тым ерте ұқтым. Содан байқап қарасам, тарихтың жолы жабық екен. Ештеңе тындыра алмайсыз. Мына тас қабырғаны сүзуге болмайды. Мына тас қабырғаны айналып өтетін, үстінен өтетін, астынан өтетін жолдар қарау керек. Содан кейін барып мен филология факультетіне келдім, әдебиетке келдім. Тарихи тұрғыдан шығармалар жазам деген ой барлық уақытта менде болды. Бірақ алғаш бастағанда ол тарих шығармалардың өтпесін тағы білдім мен. Мен 7-8 роман жазуым керек еді. Қазақ тарихына қатысты. Қазақ өткен тарих. Есім хан заманы бар, Абылай хан заманы бар, жүйе. Ал мына орыс қазақ қатынасы, ол циклдың жаңағы жүйелі романдар ең соңғы кітабы болатын. Және қазір Аласапыранның 2-ші кітабы ғана болатын. Оразмұхаммедтің Россиядағы тағдыры. Ондағы мақсат орыс отаршылдығын көрсету ескі заман арқылы. Бұл жерде үлкен бір қиындық болды. Бастап жатқан кезде көңілде жаңағы түйіртпек болып тұрған. Ол Оразмұхаммедтің тұтқынға түсетін, орыс тұтқынына түсетін көрінісі. Енді мұны айналып өте алмайсыз. Қалай болғанда да. Енді артынан оның дамалын таптым ғой деймін. Аласапыран жазған кезде мен тек қазақ тұрғысынан ғана емес, басқа халықтардың тұрғысынан да қарауға тырыстым. Мысалы үшін сіз қалай айтсаңыз да, Россия үшін Сібірді басып алу қажеттілік. Халықтың орыс империясының күшті болу үшін, орыс халқының бүкіл әлемге таралу үшін, жарты дүниені билеу үшін Сібірді алу керек. Орыс халқының мүддесі тұрғысынан. Қазақ халқының мүддесі тұрғысынан алған кезде, мына оңтүстікті Сырдарияның бойын босату керек, Өзбекті Бұқар хандығын тықсыру керек, ана Сібірге қарай жылжу керек, мына жақта Моғолстан талқандау керек, ана жақта Жайыққа қарай жылжу керек. Ұлттық мүдде бар ғой. Енді осы тұрғыдан келіп барып, біраз нәрсе дұрыс нақты шешілді ғой деймін. Бірінші мұнда қазақ тақырыбы бар, сосын Сібір тақырыбы бар, сосын Россия болған кезде ар жағында Қырым тақырыбы бар, Қырым хандығының, сосын Речь Посполита, Шығыс Еуропадағы халықаралық жағдайлар, сол кең көлемді қамтып, сол кездегі тарихи жағдайларды қазақтың тағдырымен байланыстыра жазуға мақсат еттік. Өзгеше адамдардың бейнелерін жасау керек болды. Менің мына Көкнардан бастап, одан бұрынғы алғашқы әңгімелерден бастап шығармалардың жарыққа жету жолы әрқилы болды, көптеген қиындықтар болды. Жаңағы Көкнардың дауы 1 жылға созылды, айтайық. Басқа да жағдайлар болды. Бірақ Аласапыранның жолы ашық болды. Бір ғажабы. Мен енді 10 жыл жазуға тиіс 2 томдық роман, 850 бет кітапта. 2 том 850 бет қой деймін. 900 бетке жуық па. Соны мен 10 жыл жазуым керек еді, мен 2 жыл 3 айдың ішінде жазып бітірдім. Мағауиннің Аласапыран романы тілдік тұрғыдан дербес зерттеуді қажет ететін туынды. Мен кезінде 2-ші рет қайталап оқығанымда, бұрында бір жазған болатым, 800-ден аса өзім бұрын естімеген жаңа сөздер таптым. Және соны тұңғыш рет оқып отырсам да, ол сөздерді мен соншама жақсы түсіндім мағынасын. Мына бүгінгі тәуелсіздік деңгейіндегі біздің ұлттық тіліміздің терминдерінің қалыптасу кезінде осы романдардағы қолданылатын сөздерді біз өмірге кіргізуіміз керек. Егер ол өмірге кірмесе, өлі тілге айналады. Қайран бабаларым, мен риза сендерге. Сендер же ризасыңдар.
бәрін орнына келтіре алмаған шығармын. Барымды аяған жоқ. 1963, 1993. Ата мұрасымен, алдаспанмен өткен 30 жыл менің бар ғұмырым. Қасіретім, қиындығым, қайғы мен зарым, қуанышым, бақытым, мерей, мәртебем. Мәңгілікпен тілдескеннен артық қандай мерей, қандай қуаныш болуы мүмкін. Ал бақыт, оны кейінгілер айтсын. Менің өзім білетін ең үлкен бақыт, қара түнек заманда бабаларымның көк күмбезінен сая тапқаным. Сол күмбезді тұрғызған қасиетті әруақтарға шырақшы болғаным. Мені мен еткен сол аталарым еді. Алаштың әруағы, халқымның мәңгілік рухы. Өткенге сенім, болашақтан үміт. Басқа сыр жоқ. Мұхтар Мағауин. Мен ғұмырбаяндық Хамза. Шыңғысханды бастағаныма 2 жылға тақау болды. Өзімді ұмытыппын. 12 ноябрь күні бастаппын Шыңғысханды. Мәшіңкемен жазып бірден. 8 жылы. Енді 10 жылы ғой, енді тақауды 2 жыл болды, дәл 1-ші кітабым біткен жоқ. Мен өзі, Құдайға шүкір, өмір бойы енді ойлаған сөзімді айтып, ойлаған жазуымды жазып келе жатырмын. Адамдармен жеке қатынаста да әрине шектен шықпайсың, әдеп бар, мораль бар. Бірақ ішіндегі ешқашан жасырмай келе жатырмын. Сол себепті Құдайға шүкір, әлі күнге дейін сол жазуға жарайтын денсаулық бар. Бұғып, қорқып, өмір сүргеннен де сол ашық жүрген адамның өмірі ұзағырақ болады. Алып басқан, арабы торым өзіңсің, жазылып алтын қол кескен, алдаспаным өзіңсің, білерді білмес не демес, сұлтан ем сен менің, бармай тапқан қағбамсың, алтынды кесе сарып алсам саған сұнармын, тал мойныма қоларсаң, көліктен бегінармын, көбең семіз торыңына. Біз сенің көкірегіңді ашпап бедік, ауыр жүгіңді алмап бедік, арқаңнан зілдей басқан, атағыңды асырмап бедік. Ол рас, салмақтың алмағы бар. Рас, салмақтың алмағы бар. Еңсеңді көтер, еңбектен танба, жаратушыға құлдығыңнан жазба. Кәлем Шариф, 94-ші сүрі. Мұхтар Мағауин. Мен ғұмырбаяндық Хамза. Елден аққансыз ашып біз көргенде, тебінгіге жетер жетпес суеді, телегейдей сай қалтып жарқыраған беренді. Ау теңіз етсе тәңіретті, ай тебінгінің астынан ала балта суырып, терсінісіп келгенде теңе таныңылыдың дәрежеңді, артық етсе тәңіреттің.